Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мына жерде былай болып жасайсыздар ғой, ктж-ны жариялау барысында 4.90-дікін егер жазуға үлгере алмай жатқан болсаңыздар, біз 2.90-ды жасап қойғанбыз ктж-ны тақырыптарды. Мысалы 7-ші В сыныбы деймін, география, күнтізбелік жоспарлау талабында. Күнтізбелік жоспарлау талабы. Күнтізбелік жоспарлауды алғаннан кейін, мына жерде 1.90-ның толық тақырыптарын жазып қойдыңыздар, міне. 2.90-ның толық тақырыптарын жазып қойдыңыздар, осылай. Жазып қойғаннан кейін, осыны аласыздар да ктж-ны көшіру дегенде басасыздар. Басқаннан кейін, мына жерде екінші несін тұрып шығарсыздар, параметрлер, география, так, сынып 7-ші В сыныбы, жалпы сынып, топқа бөлінетін болса, бірінші топ, екінші топты мұқият қарайсыздар. Жалпы сынып деймін, өзімнің аты жөнін жазам. Көшіруді басқаннан кейін ктж-ны өту деген бар. Осыны басам, басқа ктж-ға кіреді. Мысалы, мына жерде жалпы тақырыпты қосу деген тұр. Тақырыпты қосу деген тұр. Бұны 3.90-нан басап тақырыпты қосу деп жаза берсеңіздер болады. Ал қазірше мына бармен жариялау деп жасай берсеңіздер болады, 100% шығару үшін.